Өнер өмірдің өзіндей мәңгілік. Ал осы өнердің қыл-пернесін дөп басып, аузын ашып, көзін жұмып, талантқа табынып отырған көрерменнің ойынан шығу әй қиынның қиыны. Көрермен талғамы қай кезде де жоғары. Ал 21 ғасырдағы талантқа табынушылардың талғамы тым биік, тым секемшіл. Дегенмен, көрермен өзінің талантын танып, өзі жақсы көрген, өзін атқан талантты жоғары бағалайды. Кішкентай кезімде мектепке бармаған кезімде әке-шешелерім «Аягөз ару» деген спектакль қойылып жатқанда, қазір өте белгілі осы Қазақстандағы режиссер Байтен Валиханович Омаров «Аягөз ару» деген ертегін қойыпты. Соған бала керек депті. Енді актерлар ойнаған. Соң бір күні мен ол кезде әке-шешем, қазіргі мінекей жас актерлар үйде жүр ғой. Ол кезде менің де әке-шешем үй болмай театрдың ішінде тұрыпты. Мен бірге сол жұмыстарына барам. Соң бір күні ана кісі отырыпты да, осы Гүлбарамды көрейік. Онда Тетелес деген ұл баланың рөлін ойнады. Сонда мамам айтады, мектепте оқып жүргендерде кейбірде мен оқымай, әлгі жаттай алмай қалам ғой. Сонда айтады, сол 5 жасыңдағы сенің памятың болса ғой дейді. Сонда бір рет оқып беріпті де маған рөлді. Мен ананың бәрін жаттап алыппын. Енді келесі күні репетицияға отырғызған ғой. Сөйтсе, ал енді Гүлбарам оқы, сенің сөзің десе, өтірік өзім әріптет білмейді екенмін. Өтірік кірт, ана сөздің бәрін айтасың да, ана бетті бите саласың кірт. Сонымен пауза жоқ, түк жоқ, рөлдің бәрін айтып шықтың. Соң Байтен аға айтады, мінекей әртіс қайдан шығады, көріңдер ме қалай жаттап алды деп. Өнерлілер отбасында дүниеге келген Гүлбарам Мақсұтқызы үшін театр өз үйі, өлең төсегі іспетті. Оның бар өмірін театрдан бөліп қарауға болмайтындай. Ата-анасы Семейдің Абай атындағы музыкалық драма театрының белді әртістері болған. Гүлбарамның көбі уақытты осы ортада өткендіктен ол театр баласы атанған. Сондықтан да оның бар өмірі драма театрдағы құбылыспен біте қайнасқан. Ол бала кезінің өзінде Сәбит Мұқановтың Мөлдір махаббатындағы Бәтес, Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібегіндегі Қарлығаш, Тахауи Ахтановтың Күшік күйеуіндегі Ботқа рөлдерін сомдаған. Ата-ана балаға сыншы дейді халқымыз. Олармен бірге рөлді ойнау асқан жауапкершілікті талап ететіні белгілі. Үлкен рөл деп айтатыным Мөлдір махаббат Сәбит Мұқановтың. Сонда менің ең бірінші мынандай үлкен рөл Бәтестің рөлі болды. Ол маған тиген, ол маған мамам марқұм сол Бәтесті 30 жыл ойнаған, Бәтес рөлін. Әкем Бүркітті ойнады екеуі. Содан кейін сендер қартайдыңдар, жастарға берейік деген. Семей театрында сондай не болатын, дәстүр. Ең басында мамам мен папам сахнаға шығып, баяғы дәстүрдің несімен мына образды деп, мен мамам өзі киген бас киімін берді маған. Болатқа папам белбеуін берді. Сол бас киімді алып, сонда кидім. Білмеймін өзім не екенді. Енді шығайын десем, шыға алмайым. Енді сахнаның ар жағында мамам тұр екен, мамамның көзіне қарап едім. Мамамның көзі жанып тұрды. Анаған қарадымды, білмеймін не екен, қалай екен, сахнаға атып шықтым да. Енді ненің бәрін дайындатып ойнап жүрмін ғой. Бәрін еттім. Содан кейін спектакль бітті. Ішімнен ойлап тұрмын, қазір мамам келетті, мені бетімнен сүйет, құттықтайды деп. Өйткені мен білем, мамамның қаншама оқушы шығарды, спектакльден кейін ең бірінші мамам барып құттықтап. Солай жасады. Соң мамам келді, бетімнен жай сүйген де жоқ, иіскеді. Мен папамның баласы болатын. Папам келді, молодец деп иығымнан қағады. Соң менің ойым бәрібір мамам неге нетпеді маған. Содан кейін біраздан кейін барып түсіндім. Оны неге айтпаған, өйткені мен ол кезде режиссер боламын деп жүрдім ғой. Қазір мақтасам, бұл анау арманнан кетпей қояды деп. Қай адамның болса да балалық шағы ең алаңсыз, ең жайдары кезең ғой. Гүлбарам Мақсұтқызы да мектептегі кезеңін әңгімелегенде жайдарланып кетеді екен.
Ер балада еркін өскен қыздың көп мінезі ұл балалардың қылығына ұқсайды. Шешем менің 10 саусағы майысқан үлбіреген нәзік қыз болғанымды қалап еді, бірақ бәрі керісінше болды дейді күліп. Мені сол өнер шақырып тұрған сияқты. Содан кейін мамам айтты, бұл өнердің қиыншылығын көрсін енді. Бұл былай сырттан ғана көріп жүр ғой. Жарайды театрда актриса болып жұмыс істесін деп. Мамам өзі әлгі театрдың ішінде студиялары болатын, мамам жүргізетін. Соны оқып, театрда жұмыс істеп жүрдім. Содан кейін енді өнер институтына барып түсе алмай. Соны ойлаймын, енді қасында қатарында жүретін кісілер білімі, несі менен зор емес, бұл қалай деп. Сонымен түсе алмай қайттым. Ол бір рет емес, 3-4 рет болды. Содан кейін 10 жыл театрда актриса ретінде жұмыс істедім. Енді оның бәрін абарақ өзімнің мақсатым актриса емес, режиссер болғым келеді. Режиссура деген өте қиын мамандық. Мынау актерлер айтады ғой, актердің жұмысы деген тәуелді жұмыс деп. Режиссердің жұмысы актерден де тәуелді. Гүлбарам жаңағы мықты спектакльдерін біздің театрда қойып жатыр, оны жасырмаймын. Себебі оның қойған еңгілік кебек спектакліне ешкім бара бермейді. Оның қойған жаңа ең әдемі келіншегі спектаклі, оның қойған қызым саған айтам спектаклі, оны неге Сәкен Жүнісовтың жаңағы фестивалі болып, сол фестивальға барғанда театрымыздың белді актрисасы Талжыбек Атамбек ең басты әйел образ үшін жаңағы гран-при жеңіп алып келген. Одан кейін мынау тағы бір керемет жақсы режиссерлік қасиеті, бұл жастармен көп жұмыс жасайды Гүлбарам. Күшік күйеу спектаклі, Махаббат пен кесапат спектаклі, жалпы жай кезінде ертегілері алдар көше спектакльдері мысалы үшін. Кеше ғана қойған желтоқсан оқиғасына арналған спектаклі, бұл ойлаймын Гүлбарамның табысы деп. Ол табысты көрермен көреді. Талантты тану үшін еліне бар деген емес пе? Гүлбарам Бақтиярова қасиетті Абай елінің қызы. Тегі де тегін емес. Атақты күйші Нұрғиса Тілендиев нағашы жұрты болса, отбасы ордасы да өнерден құралақан емес. Әкесі Мақсұт пен шешесі Тұратай сахна саңлақтары. Ал Гүлбарам Мақсұт қызы өзінің ата-анасымен бір сахнада ойнау бақытына ие болған адам. Көбі ойлайтын мені ерке қыз деп. Ерке қыз деп. Мен институтта оқып жүргенде 3-ші курсқа шейін ешкім білмейтін мені тамақ пісіре алатынымды. Мен көп художник балалармен қарым қатынасым көп болды да, мен соларға тамақ пісірткізіп қоямын, өзім жүремін. Профсоюз, комендант, сол общественный жұмыс деймін де, режиссура жұмысым бар, сонымен жүремін де. 3-ші курста оқып жүргенде папа мен мамам Исікке курортқа кетіп бара жатты да, как раз жаз болатын. Содан кейін жаз болды да, общежитие бос қой, соң папа мен мамам айттым, қасыма енді бір күн болса да жата тұрыңдар, ана кішкентай сіңілімді сағындым, сіңілімді бірге алып кетіп бара жатқан. Соны енді келгеннен кейін лағман жасадым. Соны ана художник балалар, олар да халтурадан келіп, папам өз ақ көңіл сондай не болатын, ана достарыңды шақырмайсың ба дейді. Соны достарымды шақырдым. Соң балалар келеді, лағман жеп отыр бәрі. Соң ой тәте, қолыңыз жебер екен. Лағманды қалай қолдан созыпсыз деп. Менің папам сондай бір ақ көңіл не болатын. Оның тәделерін созған жоқ. Енді кім деді? Сөйтсе көрді. Кім болушы еді? Міне көрді, Гүлбарам сосын. Сөйтсе, аналардың аузы ашылып қалды. Білмеген, шыққаннан кейін айтып, мен өзім келгенде істей алмайды деп. Содан кейін бәрін білгеннен кейін істедім. Соң балалар айтады, міне 3 жыл біз дайындадық па, енді бітіргенше дейін сен дайындайсың. Ол өмірде сәби мінезді қыз. Енді кейде бір мінезі бар еркек шура.
еркек шора деген қалай түсінуге болады? Еркін жүретін, ерке өскен, ойындағысын ұстап қалмай, айтып жіберетін, айтып қоятын, артынан сөнген кешірім сұрап өкініп жүретін мінездері өте көп. Бұның бәрі жаңағы бір бойынан кетпеген сәбилік бір мінезі бар. Сеніп те қалады, кейде енді осы жасқа келіп мен кейде өзіне айтамын, сен осы жасқа келіп әлі сенгішсің бе, әлі аңқаусың ба, аңғалсың ба деп. Енді ол адамның өзінің өмір бойғы қалыптасқан бойындағы бір жақсы қасиетін бірі шығар деп ойлаймын. Кейде Гүлбарам өмірде жүргенде бәрімен бірдей. Ол мен режиссермін, мен сендерден үлкенмін деп өзіне ұстамайды. Гүлбарам анасының талантына тәнті. Халық әртісі атағына ие анасы Тұратай Иісованың рөлдерді асқан жауапкершілікпен сахналауын көру нағыз өнер мектебі дейді. Қазақтың майталман сахнагерлері Сәбира Майқанова, Асқар Тоқпанов, Серке Қожамқұловтармен бірге Әуезов театрында еңбек еткені маған мақтаныш дейді. Бірақ анасы Гүлбарамның әртіс болуына мүлде қарсы болғаны тіпті қызық. Бұл Тілеуқор ананың жеке өміріңді ұмытып, күні-түні еңбектену, ел алдында болудың қиындығынан қызын қорғағысы келгені болу керек. Өнерге баруыма қарсы болатын. Сонда мен таң қалатыным, енді біздер институтқа түскенде ең бірінші мынау актерлық шеберден тапсырамыз, этюд дейді. Содан кейін режиссурада режиссерский экспликация дейді, өзіңнің бір пьесаға ойыңды жазасың, егер де сен оны қойсаң, осылай қойғатын едім деп. Оның бәрінен өтем де, сахна тілі бәрінен өтем. Өйткені ана кісілер мамам айтады екен, ана балалардан артық қалай біз оны өткізбейміз дейді. Жоқ, оны өткізбеңдер, сонда келеді, мен тарихтан қуып тастайды. Содан кейін 10 жылдан кейін бардым, түстім оқуға. Онда түскенде енді маған мұғалім болып, біз Сан Саныч дейтінбіз, Александр Александрович Пашков. Ол кісі осы второй режиссер академический театрда Азербайжан Мадиевичпен тәңгөйін болып жұмыс істеп жүрді. Сол кісінің курсында оқыдым, бірақ мен түскен жылы бір не болды да, әлгі былай бөліп әлгі режиссер драмы не болған жоқ та, бізде общий группа алынды да, режиссер үшін. Бізде болған режиссер телевидение, режиссеры кукол. Мен жалғыз өзім режиссеры драмада болдым. И мен сол кісінің қол астында. Как раз сол жылдары ол кісі медейіні қойып жатты академический театрда. Содан кейін енді ол жылында оқып жүргенде Сан Саныч айтатын, мен саған не берем дейді. Не берем мен саған. Сен бәрін білесің. Саған керегі диплом ғана дейді. Өнер жолы қиын жол. Ол үнемі ізденісті, білім деңгейін жетілдіріп отыруды талап етеді. Гүлбарам Мақсұтқызы да жақында ғана Москвадан оралды. Ресейдің астанасында сахна тарландарымен кездесіп, режиссура төңірегінде келелі дәрістерге қатысып тәжірибе алмасты. Театр, кино саңлақтары Юрий Соломин, Михаил Ульяновтармен кездескенін ерекшел сипатпен әңгімелеген Гүлбарам Мақсұтқызына қарап, қарбаласы мен бейнеті жетерлік, мамандығын жанымен ұнататынын байқауға болады. Мен бала кезімнен Галина Болчиктің режиссурасына, артистермен жұмыс істеуіне, білімділігіне қызығатынмын және оған ұқсағым келетін дейді. Расында да Гүлекеңнің бітім болмысы, мінез құлқы түгелдей Галина Болчикке ұқсайтыны рас. Өнердегі ұқсастық деп осыны айтса керек. Бізде Қазақстанда да қазір шығып келе жатыр әйел режиссерлар. А Москвада өте көп. Қай театрға бармайсың? Ішінде обязательно біреу немесе екі режиссер әйел болады. Енді еркектерге қарағанда қалай еді? Режиссер мен кейбірден ететінім басқа ұлттарға қиын емес шығар. А бізде все-таки қазақ кейбірде қысыла мен расында да. Қатта былай неткен келген кезде ой болмайды ғой. Басқаша ұғады ғой деп. А бірақ сол кейбірде мен әлгі немеспін, қатты айтам. Қазір шынымды айтсам, мынау емханаға бару, біреу жатқанда,
бара алмаймын. Білмеймін не екен. Мен барсам, көз алдыма сол мамамның науқас болған кезіндегі, бұрын мамамның көзі осы жалтырап нетіп тұратын. А мамам қатты қиналғанда мына дәрілерге өзі айтқан, білем сендерде сондай не бар ғой, укол жасаңдаршы. Сол кезде көзі, мен қаншама нетіп тұрғанымды, мен вообще өмірде мама деп мамамды әйел ретінде шын сүйдім, түсіндім сол кезде ғана, сол 1-2 айда шығып. Өйткені оның алдында мен мамамды өнердегі актриса, мамам екенін білем, бірақ маған мама да, папам болды. А папам қайтқанда мен білмеймін, қалай айтатынды, кішкентай сіңлім онда 9 класс оқып жүретін. Мамам қайтқан кезде екеуміз отырдық та, сонда ана қыз айтты, енді мектепке қалай барам мен? Бәрінде мамасы бар, папасы бар. А менде папа ғана бар. Сонда мама деп кімді айтады? Сонда мен кімді айтасың? Мен айтасың. Мен болам саған. Өзін жетік білетін адам өзін өзі кез келген жерде таныта алады. Гүлбарам Мақсұтқызы біздің театрға 1990 еді. Содан бері павлодарлық көрермендерді өз қойылымдарымен қуантып жүр. Ол Қалтай Мұхамеджановтың Бөлтірік бөрік астында, Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек, Сұлтанәлі Балғабаевтың Ең әлемі келіншек, Талғат Теменовтің Алма бағы, Флоримонның Түлкі бикеш спектакльдерін көрермендер назарына ұсынды. Өмірге бірақ өкпем бар, ол әке-шешемнің ерте кетіп қалған. Маған 60-қа келмей кетті. Ерте кетті. Мен вообще, мамам әлі күнге дейін талғаннан, мен осы оқуды бітіріп келген жылы спектакльді алдым да, соңғы мамам мен папама берем. Вот менің арманым болады екеуінің. Сонда мамамның айтқан сөзі. Әй, сен режиссерскийді сол үшін оқыдың ба? Сонда театрда әртістер жоқ па? Жалғыз әкең мен шешең? Бер басқаларға. Соны сөңіметін мен бәрібір папама берем деді. Папам ойнады басқа актрисамен. А соны ойлап жүрген мамам әлгі мені үйретейін деген ғой. Ал енді баған айтып нетіп кеттіңіз ғой, осы режиссерский мен бірінші спектакльді қойдым, күйеу таңдаған келіншек. Сонда мен мамама бергім келді. Өйткені білем мамамның несін. Мамам айтты жоқ деді. Содан кейін енді режиссерский спектакльді шығарып, кісілердің бәрі құттықтап жатты болды. Сонда ғана мамам келді де, бірақ сөз айтты. Ал құттықтаймын деді. Өзің армандап жеткен нәрсеңді. Енді соның бәрі ауыршылығың өзің көтер. Қайсар қыз күні кеше ғана желтоқсан ызғары қойылымын сахналады. Бұл қоюшы режиссер Гүлбарам Мақсұтқызының азаматтығының бір қыры. Өткен күнге көз салып қарасаңыз, әр дәуірдің жылдарын санасаңыз, мейлің ұлық болсаң да, мейлің дана қыз келіншек алдында аласамыз. Қажеті жоқ, оған еш дәлелдің де, салды солай достым-ау қай елдің де, 20 ғасырдың еншісінде жоқ емес қой үлесі әйелдің де. Жаны нәзік әйелдің бойындалау, сол алауды аңсайтын ойың барау, білімсіздік дер едім ерлер үшін.
ұлылығын әйелдің мойындамау